Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Біз бүгін Gosregister сайтында тендерге заявка жіберу бойынша нұсқалық түсіреміз. Gosregister сайтына кіреміз. Электронный торговый площадка. Бірінші сайтқа кіріп алғанның дұрыс. Мына жерде личный кабинет. Бұл жерде көп кісілер физический лицо болуы мүмкін. Бізде ИП еді. Физический лицо таңдайсыз, егер сізде ИП болмаса. Ключ. Мына жерде тіркелген кездегі пароль жазылады. Арасында специальный символы бар. Кіреміз. Енді осы жерден главныйға өтіп, электронный торговый площадка. Біз енді өзімізге керекті заттар таңдап аламыз. Бізге қазір Шымкент қаласынан керек. Арендаға алу бойынша таңдаймыз. Тендер ақпараттар тұрады осында. Подать заявка. Енді тендер қатысу үшін бізге міндетті түрде гарантийный взнос құйылған болу керек. Біз оны онлайн жасаймыз. Заманауи, бұның екі түрлі жолы бар. Мен өзім онлайн жасаймын. Үшін онлайн оплата гарантийный взнос. Енді төлеудің түрлері бар. Homebank-тен QR-код, төлем картасы дейміз бұл жерде енді. Карта арқылы жасалынады төлем. Номер карты. Теңге комиссия ұстайды дейді. Төлемді растаймын. Каспиге SMS келеді осы жерде. Соны жазамыз. Жақсы жасапты. Қауіпсіздік мақсатында. Подтвердить етеміз. Міне біздің чек сақтап қойайық осын. Артқа қайту. Қазір чектің данныйлары керек болады. Енді астына түсеміз. Мына жерде банковский реквизит таңдалады. Міне автоматты түрде шықты. Міне енді мына жерде согласованиені басып жібереміз. Және де мына жерге біз өзіміз қанша баға ұсынамыз. Мысалы бұл жерде 18.000 бірден болса, біз 22.000 теңге береміз. Запечат конверт. Окей дейміз. Міне. Енді сохранитті басамыз. Егер қателер болса, редактировать етеміз. Егер барлық дұрыс болатын болса, отправить на рассмотрение. Вот. Ключпен қол қоямыз. Подписать и отправить. Осымен біздің тендерға заявка жіберілді. Загрузить файл заявки. Осы жерден заявка қарай аламыз. Сау болыңыздар. Қолдау көрсетіп, лайк басып, подписка жасап, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Рахмет сіздерге, сәттілік.